Сәлем достар, бүгінгі видеода еттің жаймасын тапсырысқа алған болатынмын. Дәл осы жайманы ет қайнаған сорпаға салып дастарханға ұсыну қажет. Жайманың толық видеосын, рецептісін описание бөліміне қалдырамын. Және түскі асқа подливті дайындап, осы жаймадан отбасыма да тағам дайындадым. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Езілмейтін, табыс табуға болатын қамыр рецептісі болды. Менің арнамда салат және басқа да тағамдарды, бауырсақтарды калькуляциясы бойынша есептеп видео дайындаған болатынмын. Достар, бірге табыс табайық. Сіздермен болған қарлығаш. Комментарий бөліміне сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер.